Бізде бүгін осы облысымызда Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 80 жылдығы аясында іздеуші жасақтардың өңірлік форумы өтіп жатыр. Форумның басты мақсаты әр аудандарда, әр қалаларда, өңірлерде шоғырланған іздеушілердің басын қосу, сонымен бірге атқарып жатқан жұмысты жүйелендіру болып табылады. Форум жұмысына Абай облысы, Павлодар облысы және Шығыс Қазақстан облысының ерікті іздеушілері және де тарихшы, мұғалімдер қатысуда. Бұл форумның аясында 130-дан астам іздеушінің басы қосылып, осы жерде форумның нәтижесінде жұмысты әрмен қарай жүйелендіру бойынша бірлескен шешімдер қабылданатын болады. Бұл форум 80 жылдықтың аясында алғашқы рет өңірімізде ұйымдастырылып отыр. Яғни алғашқы рет біз осы іздеуші ерікті волонтерлардың басын біріктіріп жатырмыз деп айтсақ болады. Іздеу жұмыстарын сайттарға, газеттерге, сонымен қатар әжелермен, апалармен сөйлесу арқылы осы ақпараттарды алып, мейлінше халық көретін жерлерге осы ақпараттарды шоғырландырамыз. Яғни олар жоғалған ата-аналарын, аталарын көрген адамдар бізге хабарласады, біздің ерікті волонтерларымызға. Солар әрмен қарай осы жоғалған адамды тауып беруге мүмкіндік тудырады.